Баршаларыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кабачкидан жасалатын рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін көріңіздер. Кабачкиді осылай теркадан өткізіп аламыз. Өткізілген массамыздың үстіне тұз сеуіп, бір араластырып аламыз жақсылап отырып. Бізге сөлін шығару керек. Сөлі шыққаннан кейін кабачкиді жақсылап сығып алу керек. Бізге лишний жидкость керек емес. Ендігі кезекте 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Сәл ғана араластырып алып, үстінен қаймағымызды қосамыз. Енді үстіне қара бұрыш пен тұзымызды қосып, дәмін келтіреміз. Бәрін араластырып алғаннан кейін, жаңағы кабачкимізді қосып, ұнымызды қосып, массамызды жақсылап араластырып аламыз. Пергамент қағазымызды әйбәтләп майлап алу керек, жабыс қалмау үшін. Жаңағы массамыздың бәрін құйып, бір елкі қылдырып жаямыз. Түп-түзу болғаны жақсы, сол кезде рулетіміз қисық болмайды. Қанша минут пісіретінін, және де қанша градуста пісіретіні астында описанияда жазып қоямын. Мінекей, рулетіміз пісті, енді оны орап, суытып қойғаннан кейін арасына салмамызды жағамыз. Мендегі творожный сыр. Творожный сырға сарымсақ қосса да болады, бірақ мен қосқан жоқпын. Балалар ұнатпайтындықтан мен қоспадым. Міне осылайша бәрін біркелкі қылдырып жағып аламыз да қызанақты арасына саламыз. Ендігі кезекте орай бастаймыз. Міне орап болдық. Рулетіміз дайын болды. Енді әдемілеп кесіп тарелкамызға салуға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай және тез дайындалады. Астарыңыз дәмді болсын.